Жақсы әйел жарының жақсылығын асырар, жамандығын жасырар. Әйелдің ақылын жесірінде байқа, баланың ақылын жетімінде байқа. Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа. Байсыз әйел үйде тұрмас, баусыз оймақ қолда тұрмас. Жақсы аттың тісін ашып қарама, киесі болады. Қатыны жастың жұрт көзінше жасын сұрама. Әр нәрсенің жүйесі болады. Елді қорғайтын ерлер, ерлерді тәрбиелейтін әйелдер. Жетесіз әйел ер қадірін білмес. Еркек үйдің иманы, әйел үйдің жиғаны. Атың жаман болса, сатып құтыларсың. Әйелің жаман болса, қайтып құтыларсың. Жаман қатын алғанның жау үйінде, екі қатын алғанның дауы үйінде. Әйелдерді сөйлетудің миллион түрлі тәсілі бар, бірақ сөйлетпеудің ешқандай тәсілі жоқ. Әрбір жетістікке жеткен ер адамның артында әйелдің шексіз махаббаты тұрады. Әрбір жетістікке жеткен әйелдің артында бір еркектің сатқындығы бар. Еркекті бұзатын екі құмарлық, арақ пен әйел. Сұлу әйел алған өмір бойы қарауыл боп өтеді. Бай әйел алған өмір бойы құл болып өтеді. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес. Жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Барлық әйел сұлу болып тумайды. Ал 30 жасқа дейін әдеміленбесе, оның жай ғана ақымақ болғаны. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Әйелдің естілігі жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Әйел біткеннің бәрі де өздерінен сұлуырақ көрінген әйелге жау келеді. Мен үшін ең қиын соғыс әйелім. Әйел болмаса еркек есінен, еркек болмаса әйел ажарынан айырылады. Жаман әйел жақсы еркектің соры. Тон біткеске тон бітсе, қағуменен тоздырар. Жаман әйелге қоң бітсе, ер жігітті аздырар. Әйел ақылынан артық түсініксіз еш нәрсе болмас. Оларды бір нәрсеге көндіру мүмкін емес. Сондықтан да оларды өз-өздеріне көндіру керек. Әйелдер тек жасаған опасыздықты кешіре алмайды. Егер ережесін басынан ұйымдастыратын болсаңыз, әйелдер оны еріксіз қабылдайды. Алайда, ойын барысында ереженің өзгергенін жандары сүймейді. Не іске де әйел араласса, бәрі жақсы. Аяқталатынына сенімдімін. Әйел әлемді басқаратынын түсіндім. Әйелдер әрдайым ер азаматтарынан адалдық күтеді. Жылағанда жұбанышы, құлағанда қуанышы болғанды қалайды. Қандай да болмасын шешімді бірге қабылдағысы келеді. Әйел алсаң қарап ал ақылдысын. Сол болар басқалардан жақын кісің. Ағайынға туысқа қайырылса, дүниеде нағыз сол ғой мақұл кісің. Ерге аю, балаға қасқыр болса, ондай қатын алғанның күні құрысын. Әйел адам әрдайым жолдасының жанында жүру керек. Егер болмаса, онда ол оны ұмытуға хақысы бар. Сіз әрқашан өзіңізді кінәлауыңыз керек. Егер сенің әйелің ұмтылатыны ақша болса, демек сен оған қажеттіліктерін алып бермедің және дәлелдемедің ақша табатыныңды. Әйелдің отбасындағы негізгі функциясы тәуекелдерді басқару. Ақша табу емес, ақша үнемдеу. Әйелдермен ақылмен емес, жүрекпен пікірталасады. Тымырайып немесе мөлейіп отырған әйелден қорқу керек. Себебі ондай әйелден әйелдердің өзі де қорқады. Әйелсіз үй, жарықсыз дүние. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.